Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай жеңіл седан автокөліктерін түсіруге келдік. Егер осындай жаңа шығарылымдар көп шықсын десеңіздер, лайк басып достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Lexus ES 250 автокөлігінен бастайтын болсақ, сұр түсті. Жалпы алдыңғы терезесінің айнасының подогревтары бар, қысқа дайындалған. 2022 жылғы 19100 км жүрген, 2.5 қозғалтқышын көлемі, автомат, алдыңғы жетекті 200 аттың күшін береді. Іші қоңыр түсті кожадан жасалған. Жалпы жағдайы өте жақсы деп айтылады. Үстінде мындай люгі бар. 25.500.000. Егер қателеспесем, осы бір группалардан, инстаграмлардан 23 миллионға осының дәл осындай түрін көрген болатынмын. Қазір сатылымда тұрған 25.500.000 кішкене қымбаттау сияқты. Келесі маған өте қатты ұнап тұрған вариант, бұл 75, Toyota Camry 75-тік қара түсті. Жалпы мына жерінде алдында мұқабойка болған көрініп тұр. Іздер қалып кеткен. Өзінің дискісімен толық комплектацияда қара түсті болғарымен жасалған іші. Жалпы жағдай жақсы көліктің. Нелерінде көрсек болады. Функцияларын. Яғни бұл жерде 360 камерадан қалған функциялардың барлығы бар. Өзінің дисклері. Қара түсті. Бұда да алдыңғы терезесінің толық бетінің жылытқыштары бар. 2021 жылғы 46.500 км жүрген, 2.5. Бағасы 16.900.000. Қара түсті болғары. Келесі бізде тағы да бір 70. Мынау 75, яғни разницасы. Мынау 70. 70-тің толық комплектациясы емес. Бұл жерде 2 қозғалтқышын көлемі, 2 ақ түсті, белгі жемчуг. Өзінің дисклері емес, өздері орнатылған. Өзі сатып алып қожайыны. 55.400 жүрген, 2019 жылғы 150 аттың күшін беретін. Қозғалтқышы 2 чехолмен қапталған екен. Алдыңғы орындықтарының жылытқыштары бар. Мұндай үлкен монитор орнатылған. Жалпы көліктің кішкене айдалған көрініп тұр. Өйткені анау скорость переключения бар ғой, автоматтың ауыстыратын сол жерлерінде кішкене кожалары кетіп, кішкене сырылып кеткен көрініп тұр. 55 мыңнан көп жүрген сияқты мына көлік. Келесі бізде Lexus. Бұл да ES 250 өзінің әдемі дисклерінде. Так, 2022 16.000 жүрген, 2.5. Іші дәл солай, қоңыр түсті бұлғардан жасалған, жалпы жағдайы жақсы көліктің. 16.000 жүргендей бар. Келесі бізде Cruze, Chevrolet Cruze, яғни мынандай Lexus, Toyota деген көліктерден кейін бұл көліктің бағасы копейка сияқты көрініп қалады. Өзінің дисклері болғанда бетіне қалпақ кигізілген. Яғни 2015 жылғы 176.000 км жүрген екен. 1.6 109 аттың күшін береді. Бағасы 3.900.000. Іші матадан жасалған, механикада екен. Mesela керек бізі. Достар, механикада айдаған адамдардың айтуы бойынша, механикада автоматқа қарағанда азырақ жанармай, яғни бензиннің расходы азырақ болады. Яғни ол өте выгодны, но бірақ қаншалықты қаланың ішінде айдағанға ыңғайлы екенін жаза кетіңіздер астына. Келесі бізде қатты, қазақтардың арасында қатты ценится етілетін машина Toyota Camry 50-лік, европеец, 16-лық дисклерінде, яғни кішкене сарғайып қалған, соның өзінде полировка жасап ағартып қойған екен. Так, N4 комплектациясы 136.700, 2.5 қозғалтқышын көлемі, 2011 жылы екен. Іші кожадан жасалған. Анау жүргізуші жақтағы кожасын қарайтын болсақ, басылып қалған, шыға беріп, отыра беріп, шыға беріп, соң кесірінен басылып қалған.
қаншалықты 11 миллионға тұратын көлік. 2011 жылғы Toyota'ны алғаннан көрі мен оның орнына жаңадан Hyundai Elantra'ның толық комплектациясын алғанды дұрыс көретінем негізінде. Бірақ жүрісі жағынан Toyota Camry жұмсағырақ екені факт. Достар, егер шығарылым ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де қандай көліктерді түсіргенімді қалайсыздар, соны астына жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.